Егер бұл әдетті елі қылатын болсаң, онда өзің әсін зиян келтіріп отқан боласың. Сәлем, менің атым Мұса, бұл жерде өзім білетұғын, өзім үйренген, шақсы рауажландыратын білімдерді бөлісіп барамын. Сондай затқа қызығатын болса, онда төмендегі лайк һәм подписка точкасын басып қой, сонда кейінгі видеоларды өткізіп жібермейсің. YouTube сферасында 2022-2021 жылдары белгілі инфлюенсер Мұхаммад Али Ешенқұлов өзінің мотивациялық гәптерімен пайда болды. Һәм көптеген жас мәслихатларын берер еді. Мысал үшін кітап оқу, уақытты заяламау, экономлау. Олар һәммесі құлаққа зиянсыз естіледі, бірақ бір зиянлысы бар еді. 4 сағат ұйықтау. Математикалық жақтан дұрыс есептесең дұрыс шығады. Бәрі 24 сағатты 4 сағат ұйықтау, 20 сағат өмірін ұзартқан деп ойлауы мүмкін, бірақ ол қате. Себебі қазір дәлелейміз. Америка ұйқы ілімі жамааты HIC һәм тағы басқа ұйқы ілімін алып барған ілімпаздар бәрі айтады. Орта жастағы адамлар орташа 7-8 сағат күніне ұйқылау керек болмаса, одан ұйқы алу керек, одан төмені толы болмайды. Телефонды 20% зарядке қойып, суырып алып кеткендей боласың да қайттан. 2021 жылы ядымда менің сондай түнгі 12-де ұйықтап, 4-те ұйықтан тұрар едім. Сөйтіп өкіномей оқитын үйдің ішін ерте тұрып алатын осындай. Азанда тұрған уақытында миың айланады, стресске берілуші болып қаласаң, уайымлағыш болып қаласаң. Ең зияны тек бұяққа емес, оны денеге де болады екен. Тестостерон азаяды. Өсу гормоны олма денеде жоқ болып кетеді, себебі өсу тек ұйықтаған уақытта болады. Законный іші бағандай боласың да, миың айланып жүре бересің. Спортсмендер, миллиардерлер, жеткендікке жеткен адамдардың бәрі ұйқыны қайта мәслихат береді. Мысал үшін, спортсмендер олыма ұйқыны жоғары қойып, күнде 10 сағат болмаса көплеу ұйықтауға әрекет тырысады. Илон Маск дейскен шығар, сол кабинетінде ұйықтайтын еді, 2 сағат ұйықтайтын еді күнде, бірақ өзім айтқан сөгілде қатты азапланатын. Соның үшін ұялмай, жаман сезінбей 10 сағат ұйықлай бермейді. 8 сағат ұйқы негіз 8 сағат болмайды, себебі түнде ұйықлаған уақытта былай жататын болсаң, астында нервларың, мүскілдерің қалады. Сол мүскілдерге түнімен басым түсетін болса, қан һәм нутриенттер, кислород жетіп баруы азаяды, һәм бұның нәтижесінде зиян шетеді. Соның үшін миың түнде тұрып, сені бұлай аударып қояды. Сол аударып қойған кезде ояу болған үшін 80% ұйқы пайда болады да. Құласа математикалық айтатын болсақ, 10 сағат ұйықтайтын болсаң, соның 80% 8 сағат болады. Сонда 8 сағат ұйықтау үшін негізі 10 сағат ұйықтау керек болады екен. Ұйқы жүда әхметлі зат. Мысал үшін жараның бітуі, өсуі, дененің қайта тікіленуі осы ұйқыға байланысты. Соның үшін оны төмен деп ойламаң. 4 сағат ұйқы математикалық жақтан дұрыс, биологиялық жақтан апасының қате. Пока.